Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сазан балығын сап-сары әдемі етіп қуыру жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдын ала тазаланған сазан балығымызды тап-таза етіп, іші сыртын бәрін жуып алғаннан соң, видеода көрсетілгендей етіп, осындай бірнеше бөліктерге теңдей етіп кесіп шығамыз. Кейін балықтарды кесіп болғаннан соң, барлығының арасын ашып, омыртқа жотасы бойынан пышақпен кесіп шығып, екіге бөліп шығамыз. Барлығын ортасынан екіге бөліп кесіп шыққаннан кейін, соңғы жағында құйрығына келгенде оны екіге бөлудің қажеті жоқ. Видеодағыдай етіп, ортасынан кесіп, бір шетіне қарай ашып, үлкен жалпақтау веер тәрізді етіп, осы күйінде қалдырып қуырып аламыз. Енді біз дайын болған балықтарымызды тұздап шығамыз. Ол үшін әрбір балығымызды алып, кішкене шай қасықпен көп емес, аздаған мөлшерде көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп тұздап жағып шығамыз. Алдыңғы, артқы барлық бетіне жағып шығамыз. Дәл солай балығымыздың барлық бөлігіне қайталаймыз. Енді тұздалған балығымызды ұнға аунатып шығамыз. Қатты қалың емес, құрғақ болатындай жан-жағын шет-шетін барлық шетіне ұнға тигізіп шығамыз. Енді қызып тұрған табамызға балығымызды қуырғанда батып тұратындай етіп, көп мөлшерде май құямыз. Майымыз қызғаннан соң балықтарымызды салып, орташа отта қуыра бастаймыз. Газымыздың оты қатты болып кетсе, балықтарымыз күйіп кетуі мүмкін. Балықтарымыз қызарып көріне бастаған кезде арғы бетіне аударып, тағы да сап-сары болып қызарып піскенше қуырып аламыз. Толық пісуі мақсатында балығым етті болғандықтан тағы да арғы бетін аударып, кішкене 2-3 минуттай қуырып алдым. Қуырылған балықтарымызды міндетті түрде қағаз салфеткаларына қойып, майын сіңдіріп аламыз. Мінекей дайын болған балықтарымыз сап-сары, әдемі бір келкі болып қуырылып пісіп шығады. Балықтарымызды безендіру мақсатында пияз және лимон қолдандым. Тұзы да, дәмі де өте керемет болып шықты. Осы қарапайым әдіспен сіздер де дәл осылай сазан балығын қуырып жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да бөлек көптеген пайдалы видеолар мен көптеген рецепттердің видеолары бар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанат.